Қар көшкіні. Бұл әдісті ойын ретінде де, сергіту сәті ретінде де көрсетуге болады. Оқушылар шеңбер құрайды. Мұғалім де оқушылар арасынан орын алады. Әрбір қатысушы өз есімін атап, оған бастапқы әріптен басталатын бір сын есім қосады. Мысалы, Айнаш есімі А әрпінен басталады. Яғни Айнаш өз есіміне алғыр, ақылды, айбынды деген сияқты сын есімдерді қоса алады. Келесі оқушы дәл осылай өз есімін атайды. Оған сын есім қосады да, алдында тұрған барлық оқушылардың есімдері мен қосқан сын есімдерін қайталап шығу керек. Мысалы, Алғыр Асан, Думанды Дәмеш, Сабырлы Сейтжан, Әділ Әбілғазы, Жалынды Жомарт, ал мен Берекелі Бақытпын. Бұл тәсілді қолданғанда оқушыларға мұқият тыңдау мен зейін қою қасиеттерін іске қосу қажет. Сіз мұғалім ретінде танысуды өзіңізден бастауыңызға да болады. Ал егер де оқушыларға өзіңіздің жады мен есте сақтау қабілетіңізді көрсеткіңіз келсе, онда ең соңында жауап бересіз.